Ақмош саған қарап жаман қызығып жатырмын ше. Әдемі болып кеткенсің ғой. Жұрттар қартайып жатса сен жасарып жүрсің ғой. Ой, иә. Күйеуің не жұмыс істейді? Күйеуім бизнесмен. Иә. Содан кейін осылай әдемі болып шалқып жүремін ғой, жаным ау. Ол маған жұмыс істетпейді. Қайда барам десем сонда алып барады. Шетелден шетел жүрген жеріміз бар ғой. Өзіме қараймын, күтім жасаймын, сосын осылай жап-жас болып жүрем. А чё сен, Моля? Азып кеткенсің прям бар ғой. Топ-томпақ томпашка болса, әп-әдемі жүретін едің. Не мына түрің? Азып дымың қалмапты ғой. Ақмоша, мен 20 кило салмақ тастадым ғой. А чё? Ауырдың ба? Жоға. Күйеуім нашар болып шықты ғой. Қып-қызыл алқаш. Жегенім таяқ. Менің табысыма күн көреміз еще. Еще мені ұрады. Кошмар. Шынымен ба? Фу, Молечка. Сондай ужасный адаммен қалай өмір сүресің? Ажырасып кетпейсің ба? Ажыраспаймын, ажырасуға болмайды қазір. А чё, әлі сүйесің ба? Жоға. Просто маған әлі 10 кило тастау керек. Сосын ажырасам. Бірге ішеміз, а? Мен колямын, жігітімін Оляның, тендірге де қатысам, керегі жоқ Толяның. Анашым, мен бар ғой, күйен өскенде бар ғой, ақын болам. Ауыл-ауылды аралап, сал-сер болып бар ғой, халықтың алғысын алам. Сосын бар ғой, кейін өскенде той басы қарап, сөйтіп комплектті жүреміз. Немене ол комплектті деген? Білмеймін, өзі сондай болып жүрген жақсы көремін. Жаным, нағашыларыңа тартқасың ғой сен. Қатын, масқара болдық. Масқара болдық. Қымыз берші. Әкеңе қымыз берші. Бер. Не болып қалды енді? Не болса да айтып өлтірсейші. Масқара болдық. Елімізге жау шапты. Жоңғарлар елге шапқыншылық жасап, қырып келе жатыр дейді. Ойбай. Не істейміз, а? Хан иеміз жарлық шығарыпты. Еркек кіндіктілердің бәрін соғысқа жіберіп жатыр сөйтіп. Әкешім. Бір амал жоқ па екен? Бір амалы бар екен. Бірақ хан ием тағы жарлық шығарыпты. Тоқалы барлар қалсын, тоқалы жоқтардың бәрі соғысқа кетсін деп жатыр. Иә. Күшті ғой. Ай, қатын, бірдеңе мен алып басаңдаршы. Еркек тоқты құрбандық. Ер ел үшін туады, ел үшін өледі. Бар соғысқа. Ай, жынды болдың ба, не айтып отырсың? Оққа ұшып кетсем өліп кетем ғой. Отан үшін отқа түс, күймейсің. Ақымақ қатын, не айтып отырсың? Елдің бәйбішелері тоқала беріп, байларын соғыстан ап қалып жатыр. Сен болсаң, үйде жатқанда не істейсің? Жұмысың жоқ, қолың бос. Одан да ана класстастарыңмен соғысқа барып, қайт, ойнап, күліп қайтасың. Ақымақ қатын. Жау сақтама десем, жау үйде қасымда жатыр екен ғой. Нанашыма десем сенің. Кетші! Қап. Жап-жасынан мана тоқал шығып келеді. Мына варианттың өтпей қалған қарашы. Енді не істеймін? Ана қызға уәде беріп қойғам. Анашым, бір амал тауып, әкешімді соғыстан алып қалайық та? Уайымдама, бәрі өтірік. Әкеңнің арманы ғой тоқал. Қарасай, чатта да, статуста да тым тырыс. Қайдағы соғыс? Оттапты. 40 жыл қырғын болса да алмайсың тоқалды. Өлсең өліп кет. Молдеке, бір тағы да сұрағым бар да. Ой, сұрағың көп екен сенің. Қой шал. Молдеке, осы ана шариғаттың заңы мен мына мемлекетіміздің заңы бірін-біріне ұқсас па? Анау қарама-қайшы кеп қалмай ма дегенім ғой? Жоқ. Екеуі бірдей. Тура бірдей, егіз қоздай. Мысалы, сенің ойлағаның елдің амандығы, дұрыс па? Иә. Менің де ойлағаным елдің амандығы. Міне, көрдің ба?
Мысалы сен қылмыскерді ұстап алғанда не дейсің оған? Ой, істеме, жасама қылмыскерді, ой, қылмыс жасама, сотталып кетесің. Одан кейін айтам ғой, ой, мойындасаң жазаң жеңілденеді деп айтам ғой. Міне, дәл осы сөзді біз де айтамыз. Қалай? Ай, күнәһар болма, күнә жасама, Алланың қаһарына ұшырап қаласың. Күнә жасап қойдың ба, тез тәубе қыл, мойның ал. Алланың алдында тәубе жаса дейміз. Міне. Ай, коллективпіз ғой екеуміз. Иә. Молдеке, тағы да бір сұрағым бар да. Тағы бір сұрақ. Ал, қойшы. Молдеке, осы анау шариғатта жалпы мынау Алланың кітабында жазылған ба? 4 әйел алу жайлы өзі жазылған, жазылмаған ба? Жазылған ғой. Ай, құлдарым, мен сендерге 4 әйел алуға дейін рұқсат бердім деп тұр ғой. Ай, керек десең, мына кезінде қазақтың хандары, билері, болыстары, батырлары 4 әйел алмаса, оны таққа, билікке жолатпаған. Ай, 4 әйелдің жағдайын жасай алмаған адам, елдің жағдайын қалай жасайды ол? Міне сондықтан, міне бұл шариғатымызда бар нәрсе. Болды ма? Ал, жақсы. Молдеке, тағы бір сұрақ қояйыншы. Ой, сен ше, қойшы, соңғы сұрақ болсыншы, қойшы. Молдеке, енді тағы бір сұрақта. Сізде өзіңізде қанша әйел болды? Я бауырым, сенікі допрос па, интерес па? Жоқ ой, Молдеке, интерес қойшы, интерес қой. Милиция деген сайын сұрағың көбейіп кетті ғой сенің. Басымды қатырып жібердің ғой. Өз сұрақтарыңмен, өй. Ойбай, Молдеке, интересовать етіп жатыр да, просто қанша Спирттік ішімдіктер ішесіз ғой? Енді онсыз болмайды ғой, ішеміз ғой. Жоқ, бұлай өзіңіз отырып ішесіз ба, біреулер шақырып ішесіз ба? Негізі соңғы кездері өзім ғана ішем, көпшілікпен іше алмаймын. Өзіңіз. Иә. Сосын? Мұз салып тұрып ішем. Еще мұз салып ішесіз? Мұз салып ішем. Виски ішесіз ба? Иә, мұз салып тұрып. Коньяк ше? Оны да ішем, мұз салып тұрып. Сыра, вино. Иә, мұз салып тұрып ішкен жақсы көремін. Әйеліңіз іше ма? Ішпейді? Семьяңыз бар ма? Семьядан айырылдық қой. Денсаулықтан айырылдық, дүниеден айырылдық, жұмыстан айырылдық. Бүкіл дос-жараннан айырылдық. Жанымнан басқа ештеңе қалмады ғой. Жанымды алып қалыңызшы, доктор, жанымды алып қалыңызшы, мен өмір сүргім келеді. Міне көрдіңіз ба? Осының кесірінен, бала-шағаңыздан, әйеліңізден, денсаулығыңыздан да айырылып қалуыңыз мүмкін тағы. Бәрінен айырылдым ғой. Құтқарыңызшы, доктор, мен өмір сүргім келеді. Мен жанымды алып қалыңызшы, жанымнан басқа ештеңе қалмады. Болды, құтқарамыз. Құтқарасыз ба? Құтқарамыз. Көмектесіңізші маған. Бүгіннен бастап менің айтқанымды істейсіз. Істеймін. Жігітше. Демек, нені қоясыз? Демек, мұз сап ішкенді қоямын. Оказывается, мұз зиян екен бұл адамда. Мен қайдан білейін оны? Бүгіннен бастап ішімдіктердің бәрін қайнатып ішемін. Доктор, рахмет сізге. Қадырыңызбен, рахмет. Сізден дұрыс түсінбей алдыңыз. Ой, бәрекелді. Өзіміз ғой, отыр бе? Қалай жаным? Қайдағы жаным? Қойшы, қатын не болса қандай? Қайдағы қатын? Не айттыңыз сіз білім ордасында? Не болды? Тыныштық па? Сіз білім ордасында тұрсыз. Білеміз тұрғанымызда. Қалай сөйлейсіз? Жарайды, сөйлемей-ақ қойды ғой. Просто ана бала кешігіп соны айтайын деп келген, не болды жоқ өзінше ол? Сіз қалай сөйлейсіз, а? Сіз білім ортасында тұрсыз, білесіз ба? Этика қайда, эстетика қайда? Жаным деп айтсаңыз, үйіңізде айтасыз. Жарайды. Бұл жерде ұстазбын мен. Мәдениетті түрде рұқсат сұрап кіріңіз, барыңыз. Жарайды. Ашулы ғой қойдың, е? Жарайды, қайтадан келейін. Рұқсат деген? Рұқсат. Саламатсыздар ма, оқушылар? Отырыңыздар, рахмет баршаңызға. Қатын апай, мұғалім апай? Иә. Асылжан балам кешек балар екен, сол сізден рұқсат сұрап тұр, кірсем дейді. Рұқсат етесіз ба? Рұқсат, кірсін. Бәрекелді. Қазір. Саламатсыздар балалар. Мама, ұйықтап қалыпсыз. Тоқта. Қайдағы мама? Сіз менің мамамсыз ғой? Мен үйде мамаңмын. Бұл жерде мен ұлағатты ұстазбын, мен саған, білесің ба? Қойыңызшы, мама. Қане, шық кластан. Әкең рұқсат, қайтадан кір. Қамал рұқсат па? Иә.
Қымбатты оқушылар, ұстаздарың ретінде кешірім өтінемін, иә? Бұл білім ордасы болғандықтан әдепсіздікке, көргенсіздікке жол берілмейді. Қатын! Шайын ба? Қалайсыңдар? Байың бүгін пиян. Арам шөп қойды ғой байың. Не істей аласың? Мен жу. О, құдаша, жарсың өйлей, жарысып тұрысың деді. Шіркін-ай, құдайым-ай, ай, күштісін-ай мынаның, қандай керемет, Не болды, слушай? Қарасай, Франция! Франция болса не болыпты? Былтырғыдай тағы да барғым келіп отыр. Былтырғыдай? Иә? Сен былтыр қашан барып едің Францияға? Былтыр барғым келіп еді ғой. Биыл да дәл солай барғым келіп отыр. Апарам деп алдап кеттің ғой. Ел жұрттың бәрін дүрліктіріп. Жұрттың бәрі, ойбай, Францияң не болды? Қашан барып келдіңдер, бардыңдар ма? Күйеуіңмен ұрсып қалдың ба? Ақшаң жетпей қалды ма? Деп қарабет болдық қой. Карантин деп зорға құтылдық. Отырмыз енді армандап. Енді армандасаң, басқа мемлекеттерде бар ғой? Басқа мемлекеттерде армандасай. Биыл Францияны армандасаң, келесі жылы Дубайды арманда. Одан кейін Египетті арманда, одан кейін Малайзияны арманда. Көп қой арман. Ымға түсінбеген, дымға да түсінбейді, ше? Тормыз. Апармасаң, апармай-ақ қой, түсіндің ба? Өзім-ақ барам. Ол Франция деген ол толстый бәйбішелермен емес, тонкий тоқалдармен баратын жер ғой. Ой, братишка. Уалейкум ассалам. Нормально. Қалай? Че там? Не проблема? Братан, біреміз екі проблема болып тұр ғой. Да? Косякқа кіріп кеткен екенсің ғой, иә? Плотно кірдім ғой косякқа, братан. Кімдер ол? Кім мазалап жүрген? Айтшы маған. Айтшы. Өмір көрген, шешіп бере алады деп, әйтеуір менен бұрын ит көйлекті бұрын тоздырған ғой деп өзім шақырдым ғой, братан. Айтсаң, не проблема болды? Не? Айтшы маған. Қызға ғашық болып қалдым, братан. Не дейді? Қызға ғашық болып қалдым деймін. Ой, сен де қуады екенсің, таза. Сол қызға ғашық болып қалған үшін мені шақырдың мен да? Ой, сен де. Мен бір проблема болып қалған екен, біреуіме іңісіп қалған екен. Бір косякқа конкретно кіріп кеткен екен деп жетіп келсем, жұмысын бәрін тастап. Ғашық болып қалсаң, сүй қызды, не дейсің маған? Ол қуасыз деп, бір қызға ғашық болдым деп. Сонша жұрт шулады. Братан, қандай бір қыз? Екі қызға бірдей ғашық болып қалдым деймін. Екі қызға ма? Екі қызға бірдей ғашық болып қалдым. Ой, ол да проблема емес, мен айтайын. Ол да проблема емес. Кезінде 8 қызбен қатар жүрген мен. 8 қызға ғашық болдым. Соның үшін жеңгеңді таңдап алдық қой. Таңдасай сөйтіп, мысалы болады мысалы. Екеуің біреуін тұрады, ал мысалда, екеуің қара. Там, мінездерің қара, ақылың қара. Братан, екеуі де сұлу ғой. Фигура десең фигура. Да? 100-ге 100 ғой, екеуі де 100-ге 100. Суреттері бар ма? Бар ғой, братан. Берші көрейін. Вау, базар жоғы. Мына қыз ба? Иә да. Мынау екіншісі ма? Екіншісі ба? Мынау қай жылдан? 99. Мынау ше? 2000. 2000 ба? Вкусты білесің ғой, братан. Екеуін қатар алып қатын қылатын екен, Екеуін ала салар едім ғой, братан. Жағдай жоқта просто. Қиын екен, шынымен, мынан қарасаң, мынау өден, мынаған қарасаң, анау өден. Бірінен бір өтіп тұр ма? Бірінен бір өтіп тұр мынау. Братан, ақыл айтшы. Айтшы ақыл айтшы, братан. Қиын мәселе. Негізі бауырымда біздер ғашық болдық қой. Бірақ білем да,
не істеу керек ондай положениеде, ондай ситуацияда 8 қызбен қалай жүріп білдірмеу керек? айтшы братан 8 қызбен жүрдің Иә, мысалда, бірақ біреуге айта алмайсың да. Махаббатта ұстаз болмайды да. Bon, біріншіге. Түсіндің ба сен? братан айтшы ақылыңды айтшы. Қиын енді. Енді бұндай кезде жүрекпен ақылдасу керек қой. Немен? Жүректі тыңдау керек адам. Жүрегіңді тыңдашы сен. Не дейді жүрегің? Сен тыңдап көрдің ба жүрегіңді? Жүрегің не дейді жүрегің? Қатының біліп қойса, айырбағыңды айырады дейді. А? Не дейді басқа жүрегің? Онда жүрегің айтқан істе енді. Братишка. Енді определись өзің. Қыз қымбат па, айырбағың қымбат па? А? Братишка. Базар жоқ саған. Сондықтан, ханымдар мен мырзалар, бұл біздің компания өте ірі крупный компания. Бұл компанияның болашағы зор. Бұл жерде тек қана айлық алдап немесе жаңағы жұмыс істеп қана қоймайсыз. Бұл жерде карьерный рост, өсіп өну бар, жоғарылау бар. Сондықтан да қазір сіздерге бір оңай сұрақ қоямын. Қатты бір ауыр сұрақ жоқ. Сондықтан сол сұраққа жауап берсеңіздер, өтесіздер де кетесіздер. Ал, дайынсыздар ма? Дайынбыз. Сізден бастайық, Иә. Есіміңіз кім? Асылжан. Асылжан мырза. Иә. Сізге сұрақ. Екі жердегі екі қанша болады? Өте қиын сұрақ қойдыңыз ғой. Деп отырсаң да. Әрине ол 4 қой, 4. 4? Иә. Сіз өте алмадыңыз. Қалай? Солай? Өте алмадыңыз өкінішке орай. Ой. Ал сіздің есіміңіз кім? Ырысалды. Арсалды. Есіміңіз жақсы. Ырыс несібе. Жаңағы сұрақты сізге де қоямын. Екі жердегі екі қанша болады? Оңайлау сұрақ қоймайсыз ба? Мазақ қылғандай болдыңыз енді. Енді сіз жауап берсеңізші сіз енді, егер жеңіл болса. 4 болады. 4? Сіз де өте алмадыңыз. Өйткені дұрыс емес жауабы. Ал, олай болса, Аққұба деген әдемі сұлу қыз. Есіміңіз кім? Ақмарал. Ақмарал ханым. Ал сіз айтыңызшы, екі жердегі екі қанша болады? Ал сізге қанша керек? Опа! Вот это интересно. Қанша болғанын қалайсыз? О, ондай да бар ма? Және оның қаншасы сіздікі болу керек? Уа, міне, сіз жұмысқа қабылдандыңыз. Ал сіз екеуіңіз боссыздар. Кете беріңіздер. Міне, үйленіңіздер. Осылай жұмыс істеу керек. Ал енді сіздің дальнейшем осы қызметте қалай жұмыс істейсіз, және қалай көтерілесіз, және өзіңіздің де жағдайыңызды қалай көтеруге болатын обсуждать етеміз. Бүгін кеше қолыңыз бос па? Ресторанға барып обсуждать етсек. Өте қуаныштымын таныстарыма.